Өздеріңізге айтқан уәде бойынша бүгін міне мендегі барлық 20-ға тарта домбыраның нөлдік деңгейден орта деңгейден үйрететін сабақтарым, кескін сабақтарымды міне бүгіннен бастап жолдағалы тұрмын. Бүгін өздеріңізге жаттығу күйі. Алдымен нотасын көріңіздер, одан кейін жіңішкелік мен үйреткен кескінін көріңіздер. Сәлем достар. Мен мұрагер күй мұратындағы домбыра үрсіне қош келдіңіздер. Мен сіздердің домбыра мұғалімдарыңыз Ерлан. Алдыңғы сағатта біз бірінші жаттығумен танысып өттік, ал осы сағатта біз төртінші жаттығумен танысамыз. Яғни біздің қолымызда ұстап отырған домбыра оқулығындағы төртінші жаттығу. Төртінші жаттығуды ең әуелі мен сіздерге бастан ақыр шертіп берейін, сонымен өздеріңізге жіңішкелей үйретіп беретін боламын. Ал, мынау біздің үйренетін төртінші жаттығуымыз. Бастан ақыр көрейік. Ең әуелі кітаптағы нотаны толық көріңіздер. Төртінші жаттығу. Яғни кей кезде біз ла ши до машығы деп те айтаймыз. Ал ондай болса, біз домбырада шертілу барысын көрейік. Ең әуелі ла ши до. Ла нотасына қарасақ, ла, жай, ши, дода екеуінде де ұқсас со дыбысы бар, яғни сызықтың астыңғы жағында. Онда болса бұны қалай орындаймыз? Сызықтың үстіндегі келген ноталар домбыраның астындағы пернелерден келетін ноталар. Екеуі алма-кезек түседі. Ондай болса, ла дыбысында біз бас бармағымыз ешқандай перне баспайды. Соқ саусағымызбен, яғни бірінші саусақпен екінші перненің астына ла дыбысын басып, асыға жетеміз. Ал ол болғаннан кейін бас бармағымызды жылжытып, бесінші перненің үсті жағындағы со дыбысына басамыз. Одан кейін бірінші саусақпенен төртінші перненің астыңғы жағындағы ши дыбысын басып, үстіге қарай жетеміз. Ла ши болды әзір. Ал одан кейін бас бармағымыз жылжымайды. Екінші саусақпен бас бармақтың астыңғы жағындағы, яғни бесінші перненің астыңғы жағындағы до дыбысын басып, асыға қарай жетеміз. Қайталай көрсек, ла бірінші саусақпен бас бармақтың со дыбысын басып, бірінші саусақпен ши дыбысын басып, үстіге қарай жетеміз. Одан кейін до. Тағы көрейік. Ал ла ши до болды. Ендігі көретін нотамыз ши до рай. Ши до райда біздің бас бармағымыз ешқандай өзгеріс жоқ. Шида да, дода да, және райда да бас бармағымыз со дыбысында өзгермей тұрады. Сондықтан бас бармақты басып өзгертпейміз. Бірінші саусақпен ши дыбысын басамыз астқа қарай. Одан кейін дода екінші саусақпен басамыз үстіге қарай. Жайды біз төртінші саусақпен ши дыбысының, яғни жетінші перненің астыңғы жағындағы рай дыбысын басамыз. Жай, астқа қарай. Ал қағазы алма-кезек. Ши, до, рай. Ал болғаннан кейін бас бармағымыз жылжып ла дыбысына келеді, яғни жетінші перненің астыңғы жағындағы ла дыбысы басып, бірінші саусақпен бесінші перненің астыңғы жағындағы до дыбысын басып, астқа қарай жетеміз. Одан кейін екінші саусақпен бас бармақтың астындағы рай дыбысын басып, үстіге қарай жетеміз. Одан кейін бас бармағымыз тағы өзгермейді. Төртінші саусақпен мына жердегі тоғызыншы перненің астыңғы жағындағы ми дыбысын жетеміз, астқа қарай. Орындаған нотамыз до рай ми. Ал до рай ми болғаннан кейін бас бармағымыз тағы да өзгермейді. Мына жердегі ла дыбысында болады да, екінші саусақпен ендігі орындайтын нотамыз рай ми фа. Бас бармақ лада өзгермейді. Рай екінші саусақпен алдық. Одан кейін ми үстіге қарай жетеміз. Төртінші саусақпен аламыз. Ал фа дыбысы 10-шы перненің астыңғы жағындағы перне. Фа дыбысы болады. Астқа қарай қағыз. Бұны да ұқсас сырғытамыз.
төртінші саусақпен ми шет болғаннан кейін астыға біріп біріне сырғытсақ фа дыбысы болады. Рей, ми, фа. Ал болғаннан кейін бас бармағымыз жылжытып 10-шы перненің үстіңгі жағындағы до дыбысын әкелеміз. 10-шы перне. Ал одан кейін орындайтын нотамыз ми, фа, со. Ми, фа, со. Бұда сілетін саусағымыз бірінші, екінші, төртінші саусақ. Бірінші саусақпен ми дыбысы астыға қарай. Одан кейін екінші саусақпен фа дыбысын басып үстіге қарай. Одан кейін төртінші саусақпен со дыбысын басып астыға қарай. Ал ми, фа, со болды. Тағы жетейік. Ми, фа, со. Ал болды. Ал енді бас бармағымызды жылжытып 12-ші перненің үстіңгі жағындағы жай дыбысын басамыз. Бірінші саусақпенен фа дыбысын басамыз. Ендігі орындайтын нотамыз фа, со, ла, ла, фа, со, ла. Ал ондай болса, бірінші саусақпен фа дыбысын басып, астыға қарай жетеміз. Фа, со. Сода біз бас бармақтың астыңғы жағындағы екінші перненің екінші саусақпен басамыз. Со, ла, ла. Лаланы біз төртінші саусақпен мына жердегі 14-ші перненің астыңғы жағындағы ла дыбысын басамыз. Қағысы алма кезек. Тағы көрейік. Фа, со, ла, ла. Болғаннан кейін фа, со, ла. Фа, со, ла. Ал одан кейін өрдейміз. Тағы да ұқсас, және басып кеткен ми, фа, соны шертеміз. Ми, фа, со, ми, фа, со. Ми, фа, со, со. Ми, фа, со. Бұл жерде тағы да ұқсас 1, 2, 4 саусақтар себеміз. Ал одан кейін өрдейміз. Бас бармағымыз мына жердегі 7-ші пернедегі ла дыбысына келеді. Содан кейін орындайтын нотамыз рей, ми, фа, фа, рей, ми, фа. Рей. Екінші саусақпен алдық. Одан кейін ми, фа, фа. Сырғытамыз астыға. Фа, фа. Одан кейін рей, ми, фа. Ал болды. Бас бармақ тағы да өзгермейді. Ендігі орындайтын нотамыз до, рей, ми, до, рей, ми. Бас бармақ өзгермейді. Ла дыбысында бірінші саусақпен до дыбысын басамыз. До, рей, ми. Төртінші саусақпен ми басамыз. Ми. До, рей, ми. Ал болғаннан кейін бас бармақ со дыбысына келеді да. Ендігі орындайтын нотамыз си, до, рей, си, до, рей. Си, до, рей. Си, до, рей. Ал болғаннан кейін ендігі орындайтын нотамыз ми, рей, до, си. Ми, рейда бас бармақ ла дыбысында ми төртінші саусақпен аламыз. 9-ші перненің астыңғы жағындағы ми дыбысы. Ми, рей. 7-ші перненің астыңғы жағындағы рей дыбысы. Тап жетейік. Ми, рей. Одан кейін до. Дода бас бармақ тағы лада болады. До. Енді шиға келген кезде бас бармақ соға шығады да мына жердегі ши дыбысын басады астыға қарай. Одан кейін рей, до, си, ла, со. Аяқтайды. Рей. Бас бармақ со дыбысында 4-ші саусақпен рей дыбысын басамыз. Рей, до. Бас бармақтың астында до, си, ла. Бос жер қойы береміз. Со. Ал мұқият тыңдасаңыз осы жаттығу ерекше оңай. Тағы да талап ететініміз осы машықты бастан ақырын көріп үйреніңіздер, соныменен көбірек машық қылыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осы жерге шейін болсын. Мұқият тыңдағандарыңызға көп рахмет.